Это видео выходит при поддержке титульного партнера чемпионата, кубка, суперкубка и сборной Казахстана компании Олимбет. Спасибо, Олимбет, что поддерживаете футзал Казахстан и футзал в Казахстане. Әдемі комбинация. Енді қазір шабуылды аяқтау керек қой, және есеп ашылды. Филиппе Морено Негуэба шабуылды тамаша аяқтады. Ғаламат комбинация. Алғашқы 5 минутта қонақтар допқа көбірек елі кетіп, таталды бір басымдыққа ие болып жатты, шабуылдар ұйымдастырып жатты, бірақ бәйтерек командасының жігіттері қазір шабуылды әдемі аяқтады. Мінекей Рикардиньоның ортаға ысырған пасы. Допты бірден алды, ал осы сәтте Нұрбек Қабылбаев Негуэбан. Ай, тамаша есеп тесіретін керемет мүмкіндік бар бұл жерде. Белимов, қақпаның бергі бұрышын ұстап үлгере алмады. Соңғы сәтте жауып үлгере алмады. Нәтижесінде есеп еселенді. 2-0. Міне бәйтерек жігіттері ойында өте жақсы бастады. Бәлкім кешегі матчтан кейін сабақ алған болар жігіттер. Есеп 2-0. Әдемі комбинация. Нәтижесінде мінекей Рикард. Енді допты ұстау жағынан бірінші таймда қонақтарда басымдылық байқалды. Пиала. Қарапайым ғана пас, және Байзақов қазір көрдіңіздер ме? Міне жақсы соққы болды, бірақ бұл жерде Байзақовтың шеберлігі деп айтуға болады, бір жағынан. Алайда Далтон бұл допты ұстайтын еді. Тек доптың ұшу бағытын дұрыс байқамаған секілді. Көрейікші мінекей. Пиала, Колесов және осы бір жерде Далтон допты ұшу бағытын көрмеу. Жақсы істепті. Иван Белимов допты сыртқа шығарып тастады. Дарытқан жоқ қақпасына. Ой-ой-ой! Не деген ғаламат соққы бұл. Не деген тамаша соққы. Негуэба не істеді? Ой-ой-ой-ой-ой! Ғаламат гол, және есеп 3-1 ардақты ағайын. Ал керек болса. Бәйтерек командасына айтып қой. Екінші таймда қазір есеп 3-1-ге жеткізу мүмкін деген едік, және Филиппе Морено Негуэба қараңшы допты жерге қондырмастан ғаламат соққы жасады. Иван Белимов бұл допты әрине қайтарғысы келді. Бірақ мұндай допты ұстау өте қиын. Витан деген командада жұмыс істеді. 5 жылдай Беларусь чемпионатын 2 рет жеңді, сонымен қатар Беларусь суперкубогын 3 мәрте жеңген. Қазір бәйтерек командасы қараңшы шашып тастады. Тайм-ауттан кейін тағда тамаша гол соқты, және есеп қазір 4-1. Айқын басымдылық. Жозе Алесионың жігіттері қазір ештеңе істей алмай жатыр. Шамалар жетпей жатыр, өйткені паркет иелері тағы бір гол соқты. Ойыншы ол және бір соққы, 2-1 соққыны қайтарып отыр. Далтон, Да Силва, Колесов алға қарай, және қазір есеп еселеуге болады. Дәл солай. Рикардиньо 5-1-ге жеткізді. Болды. Бәйтерек командасының жеңісі құтты болсын деп айта берсек болатын шығар ардақты ағайын. Ордабасының жанкүйерлері ренжімесін, бірақ енді +4 доп басымдығымен бәйтерек алда бұл жолы. Және шашып тастады. Әрине Ордабас қазір тәуекелге барды, 5-ші ойыншын шығарды. Есеп айырмасын қысқартамыз деді, бірақ доптан айырылып қалған сәтте паркет иелері ұрымтал сәтті ұтымды пайдаланып, неке Рикардиньо гол авторы танып отыр. Әрине Пиала таза қақпашы емес, сондықтан да